Әділдік ешқандай жоқ. Бізді қорқытып жатыр. Осылай істі жабайық тезірек деп. Не үшін жабамыз? Мына убийцалар табу керек қой. Мына негізі малды да олай өлтірмейді. Бұлай өлтірген. Итті де олай өлтірмейді. Сол үшін шықсын алдымызға. Сол күні өлтірген нелер жазалансын. Талабым бір мен. Компенсация. Бізге көнімді айтқан жоқ келіп. Бәрі бізден берді деп қашады. Елдің бәріне сонда неге айтады? Компенсация береді. Елдің бәрі ойлайды, көршінің бәрі айтады. Ой, сіздерге компенсация беріп, жақсы болып жатсыңдар ғой. Иә, жақсы болып жатырмыз. Компенсация алып, балаларымызды асырап жатырмыз деп. Неге осындай өтірік жібереді? Халыққа неге айтпайды? Ол компенсация только военнослужащийларға ғана берді деп. Жоқ, бізге берді деп айтады. Ел түсінбейді, халық ойлайды, көмектесіп жатыр екен бұл үкімет бұларға. Көмектесіп жатқан жоқ бізге үкімет. Түкте де айтып жатқанда жоқ. Біз вообще халық деп санамайды уже бізді. Жаңа 200 неше адам қайтыс болды бәрімізді.